Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен фисташка жаңғағы қосылған булочки рецептімен бөлісемін. Бұл булочки өте жұмсақ, дәмді, иісі деген керемет болып шығады. Бұл булочкиді дайындау үшін жылы сүтке үстіне құрғақ ашытқыны қосып, үстіне қантымызды сеуіп, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Екінші ыдысымызда қантты, үстіне жұмыртқа, оның үстіне сары май қосып, үшеуін бірге араластырамыз. Он минут өткен соң екінші ыдыстағы массамызды араластырып, үстіне ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырымызды бетін жауып, жылы жерге орап, көтерілгенге дейін қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды алып, видеодағыдай етіп, қатты қалың қылмай, жайып, үстіне сары майды жағып, оның үстіне дайын фисташка жаңғағын сеуіп шығамыз. Егер сіз тәтті болғанын қаласаңыз, осылай қантты фисташка жаңғағының үстінен сеуіп шықсаңыз болады. Қантымызды сеуіп болған соң, қамырды рулет тәрізді етіп ораймыз. Булочкиді осылай бөліп, формамызға салып, бетіне орамал жауып, тағы да 20 минутқа қалдырамыз. Міне менің булочкиларым осылай көтерілді, сізде де осылай көтерілуге тиіс. Мен булочкидің бетіне жұмыртқаның сарысын жақпаймын, ол қатты қылып қояды. Сол себепті осылай пиалаға 1 қасық қант, 1 қасық жылы суды араластырып, осылай үстіне жұқа етіп жағып шықсаңыз, өте жұмсақ булочки шығады. Осылай жағып шыққан соң, духовкада 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Менің өз ойым, булочкиді қатты қызарғанға дейін пісірудің қажет жоқ. Сарғыш болған кезінде алсаңыз, жұмсақ булочки шығады. Видеом ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл біздің ең сүйікті булочки, сіздің де отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Көріскенше.